Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айзада. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қызыл жасымықтан құймақтардың жасалу жолымен бөлісемін. Осындай жасымықтан, ноқаттан әзірленетін тағамдарда бұршақтың дәмін қалай білдіртпеуге болатын құпия ингредиент бар. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. 150 грамм жасымықты кем дегенде 3 сағатқа суға жібітуге қоямыз. Уақыт өткеннен кейін салқын сумен шайып блендерге саламыз. Орташа 1 дана пияз бен 120 грамм аршылған қызанақты саламыз. Достар, қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Міне құпия ингредиент ол бізде алма. Иә, алма бұршақ тұқымдастары қосылған тағамда дәмін қатты білдіртпейді. 2 дана алманы ортасындағы дәндерінен тазартып аламыз. Және жасымықтың пайдасына тоқталсақ, ол оңай сіңетін өсімдік ақуызының тамаша көзі. Құрамында бізге күш пен энергия беретін көмірсулар көп. Пергамент қағазы төселген табаға қойып, 170 градуста қызып тұрған пешке 25-30 минутқа жібереміз. Ыстық күйінде шұңғыл ыдысқа салып, батырмалы блендермен езіп шығамыз. Езілген жасымықтың үстінен 3 ас қасық алма пюресін саламыз. 1 шай қасық құрғақ кептірілген сарымсақ, жарты шай қасық тұз. Дәміне қарай паприка, базилик дәмдеуіштерін қоссаңыз болады. Орта отта қызып тұрған табаға өсімдік майын немесе гүхи майын саламыз. Ас қасықпен құймақтарды құйып, пішінін келтіреміз. Ескере кететін жайт, құймақтарды қалың және үлкен етіп жасамаңыз, өйткені аудару қиын болады. Қақпағын жауып 5-6 минут пісіріп, келесі бетіне аударып, тағы да қақпағын жауып, дәл сол уақыттарда пісіріп аламыз. Міне біздің жасымықтан құймақтарымыз дайын болды. Және бұл балаларға арналған кешкі астың жақсы нұсқасы. Ет әлде қайда қатты қорытылатындықтан отбасының диетасына қосуды ұмытпаңыз. Әрине етті мүлдем алып тастауға болмайды. Сондықтан міндетті түрде әзірлеп, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Аман сау болыңыздар.